Арма, тарихы терең қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир дізгінінде мен Зарина Оңалқызы. Әйтекебе кентіндегі Нұршоқ автобекетінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бұл жәрмеңкеде кәсіпкерлердің азық-түлік және табиғи өнімдері ұсынылды. 23 наурыз күні Нұршоқ автостанцияның алаңында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде облысының арнайы тұрақтандыру қорының өнімдерін сатылымға шығарды. Бұл жәрмеңке 21 наурыздан бері жалғасып, 40-тан аса елді мекендерге пияз аралап сатылып, халық ризашылығына бөленді. Бүгінгі жәрмеңке бірінші сортты жоғарғы ұн және екінші сортты ұндар төмен бағада сатылып, сонымен қатар күнделікті мал азығы түрлері көтерме бағада болды. Ал бүгін келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. 10 күндік наурызнамаға сәйкес белгіленген жоспар бойынша ауданда іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Соның ішінде облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес облыстық тұрақтандыру қорынан Қазалы ауданына 48 тонна жуа өнімдер әкеліп, осы 2 күнде 40 тонна ауыл өкілдерге 40 теңгеден таратылды. Және де бүгінгі күні осы тұрақтандыру қорынан алған өнімдерді осы халыққа базар бағасынан төмен бағада жәрмеңке ұйымдастырылуда аудан бойынша. Жәрмеңкенің негізгі мақсаты халықты тек арзан бағада ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету емес, ел ішіндегі қымбатшылық бағаны түсіру, тұрақтандыру. Бұл жәрмеңкеге ауданымызда ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен айналысатын белсенді азаматтар қатысып, халық ризашылығына бөленді. Зарина Оңалқызы, Шәкәрім Жұмағұл, Ерғанат Асаутаев. Серік ТВ телеарнасы. Әйтекебе кентінде сенбілік жұмыстары қарқынды жүргізілу үстінде. Қазірде күн тәртібінен түспейтін басты мәселелердің бірі тазалық жұмыстары. Яғни ауылды округтерде санитарлық тазарту, көркейту және көгалдандыру шаралары өткізілді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін лайықты өткізу үшін мемлекет басшысының бастамасымен наурызнама 10 күндігі жарияланып, әрбір күн белгілі бір іс-шараға арналған болатын. Аталмыш 10 күндіктің соңғы күні, яғни 23 наурыз тазару күні. Көшелерде ескірген темірлер қайта боялып, көпшілік көп жоғарыланатын жерлер тазаланды. Қазыналы, қазалы, қазақ елім, қазалым, оразаларыңыз қабыл болсын, Наурыз құтты болсын, берекелі, мерекелі болсын, жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Және де мына қазалы кеңшар көркейіп, жақсы болып жатыр. Әкімге де рахмет, әкімнің замдарына да рахмет. Көшемізді жарқыратып, айнадай қылып, таптаза қылып жатыр. Айта кетсек, жалпы ауданда өткен бүгінгі сенбілік жұмыстарына 147 мекеме кәсіпорынның 2982 қызметкері өз үлестерін қосты. 41 дана техникалар жұмылдырылып, нәтижесінде 39,2 тонна тұрмыстық қатты қалдықтар арнайы орынға шығарылды. Құрметті қазалылықтар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын, оразамыз қабыл болсын. Қазалы жылдан жылға гүлденіп, көркейіп келе жатыр. Соған барлығымызда көркейтуге, гүлдендіруге бәріміз бірігіп атсалысайық. Тойымыз тойға ұласын, барлығымыздың деніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын, Наурыз мерекесі құтты болсын. Қоршаған ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарау әрбір адамның басты міндеті. Көктемгі әрекет, күзгі берекет демекші, ауылымыздың өкпесін сақтап, көркейтуге атсалысайық. Зарина Оңалқызы, Шәкәрім Жұмағұл, Ерғанат Асаутаев. Серік ТВ телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тәмам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлеміндегі серігіңізге айналсын.